Саламатсыздар ма оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Расул Ғамзатов «Ана тілі» өлеңі. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Расул Ғамзатов 1923 жылы Дағыстанның Хумзах ауданының Сада ауылында дүниеге келген. Әкесі Ғамзат Дағыстанның халық ақыны болған. Алғашқы өлеңдерін 1937 жылдан бастап жаза бастады. Оның «Менің Дағыстаным» атты кітабы әлем әдебиетінің таңдаулы туындысы ретінде саналады. Жарық жұлдыздар, Тауық қызы, Менің атам, сонеттер сынды бір қатар шығарманың авторы. Абар халқының сүйікті ақыны, Дағыстанның даңқты қаламгері 2003 жылы дүниеден өтті. Өлеңдері орыс, қазақ, өзбек және әлемнің бірнеше тілдеріне аударылып жарық көрді. Ана тілі. Адам деген не көрмейді түсінде, жатыр екен бүгін қабір ішінде. Дағыстанның кең аңғара күн ыстық, көкірегімде орнаған бір тыныштық. Аса өзен арқырайды жардырып, жұрт тараған, жалғыз мені қалдырып, мен жатырмын үнсіз туған жерімде, жер болады балғын тәнім менің де. Мен жатырмын қара жерге табына, көрмейді ешкім, келмейді ешкім маңыма. Тек қырандар шаңқылдайды шың жақта, бұғылар кеп ыңырсиды бір жақта. Кетті ғой деп қыршынғана жасында, жыламайды ешкім молам басында. Анам қайда, досым қайда, күндегі жарым қалай жатқанымды білмеді. Бар адамнан жатырмын тек бөлекмен, бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім мен осы арадан үнінді, екі кісі сөйлесті бар тілінде. Мен жатырмын, жер астында көз жұмып, мына екеуі күбірлейді сөз қылып. Ғасан деген бір кісінің қулығын, Әли деген бір кісінің сұмдығын. Естідім де сөзін ана тілімнің, бойым жылып лездемен тірілдім. Балгер демес, дәргер демесем дейтін, өзімнің тілім екен сөйлейтін. Өзге бір тіл емдер басқаларыңда, мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрмақ, мен дайынмын өлуге де бүгін ақ. Мен жаныммен сүйем осы тілімді, кедей деп ақ айта берсін білімді. Ассамблеяда естілмесін сөзді, ана тілім ұлы менің өзімі. Махмұт жырын оқу үшін жас қауым, күтем әлде аударуын басқаның. Мен болдым ба ең соңғы ақын бүгінде, өлеңдерін жазар авар тілінде. Мен сүйемін планетаның барлығын, өзен тауын әр көлі мен әр қырын. Мен сүйемін ұлы елімнің гүлінде, әлім шоны айттым авар тілінде. Қымбат маған елімнің бар даласы, Балтық пенен Сахалиннің арасы. Қайда болсын қиям оған жанымды, туған жерден қассын бірақ қабірді. Абарша бір жазып қойған құлпытас, тұрса ауылда аварларда ұмытпас. Ескап жүрер кәрі жасы жақын кеп, мұнда Расул Ғамзатұлы жатыр деп. Ендеше оқушылар ана тілі өлеңіне сатылай кешенді талдау жасайық. Бірінші, өлеңнің авторы Расул Ғамзатов. Екінші, өлеңнің тақырыбы тіл тағдыры. Үшінші, жанр түрі өлең. Өлең дегеніміз шағын көлемді поэзиялық шығарма, ырғағымен ұйқасы қалыпқа түскен, шумағы мен бунағы белгілі тәртіпке бағынған сөздер тізбегі. Төртінші, идеясы. Ақын ұлттың жаралы жанын емдейтін оның туған тілі екенін айтып отыр. Болашақ абар жастарын жойылып бара жатқан абар тілін сақтауға, дәріптеуге шақырады. Бесінші, өлеңнің шумақ саны.
13. Жұмақ өлең сөзде бірнеше тармақтың белгілі ретпен топтасуы. 6. Тармақ саны 52 тармақ. Тармақ дегеніміз өлеңнің әрбір жолы. 7. Бунақ саны 2 бунақты. Бунақ өлең тармағының жолының ырғақты құрылысы жағынан жекеленген бір бөлшегін құрайтын буындар тобы. Сөз өлшемі, ырғақты пауза. Адам деген не көрмейді түсінде, жатыр екем бүгін қабір ішінде. 8. Буын саны 11 буынды. Адам деген не көрмейді түсінде. 9. Ұйқас түрі А, Б. Егіз ұйқас. Ұйқас өлең тармақтарындағы аяққы сөздердің дыбыстас естілуі, үндестігі. Адам деген не көрмейді түсінде, жатыр екен бүгін қабір ішінде. Дағыстанның кең аңғары күн ыстық, көкірегімде орнаған бір тыныштық. Бұл жерде түсінде, ішінде деген екі сөз ұйқасса, күн ыстық, тыныштық деген сөздер өзара ұйқасып тұр. 10. Троп болмаса құбылту. Атауда немесе мағынаны ауыспалы түрде қолдану тәсілі. Сөздерді тура мағынасында емес, бұрма мағынасында қолдану. Шындықты бейнелеп, кейде тіпті перделеп жеткізу тәсілі болып табылады. Асау, өзен, эпитет. 11. Түсіндірме сөздік. Ассамблея, ірі ұйымның басқару органы. Махмұт жырын оқу үшін жас қауым күтем әлде аударуын басқаның. Бұл жердегі Махмұт дегеніміз Махмұт әл-Байзаби, Абар халқының ұлы ақыны, Мәриям поэмасының авторы. 12. Өлеңнің тәрбиелік мәні. Әр адам өзінің ана тілінде сөйлеп, оны бөтен сөзбен шұбарламауы тиіс. Ұлтымызды ұлт ретінде сақтап қалатын ол біздің тіліміз. Оқу тапсырмасы. Ана тілі өлеңінің фабуласын жазыңыз. Ал фабула дегеніміз әңгімелеу, баяндау, тарихты айтып беру, көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу, мазмұндау деген ұғымды білдіреді. Сондай-ақ оқушылар рефлексия жасауды ұмытпаймыз. Мен бүгінгі сабаққа түсіндім, дәлелім, маған бүгінгі сабақ қиындық тудырды. Өйткені